Сәлеметсіңдер ме балалар? Текелі қаласы нөмірі 4-ші орта мектеп 1-ші сынып мұғалімі Рахметова Ұлмекен Құттымұратқызы. Бүгін сауатташу сабағы. 7 сәуір 2-ші сабақ. Тақырыбымыз ас адамның арқауы. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің мазмұнын түсінеміз және оның иллюстрациясы бойынша болжау. Сөздердегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз дыбыстарға ажырату және дұрыс дыбыстау. Ал ас адамның арқауы атты бейнематериалға назар салайық. Ас адамның арқауы. Адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Тамақтану арқылы адам ағзаға қажетті заттарды алады. Адам ағзасына құнарлы астың тигізер шамасы мол. Жүйелі тамақтанбау адам денсаулығына үлкен зиян тигізетінін сала мамандары да жиі айтып тұрады. Құрамында майлар мен көмірсулар бар тағамдар адам ағзасына қуат береді және адам ағзасына нәруыз бен майлардың дұрыс алмасуына қажет. Протеиндер адам денесінің өсуіне және бұлшық еттің дамуына ықпал етеді. Балалар, сендер жаңа ғана бейнематериалды қарап шықтыңдар. Енді бейнематериал бойынша 2 сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: бейнематериал не туралы болды? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Бейнематериал ас туралы, яғни құнарлы тамақтану, дұрыс тамақтану туралы болды. Екінші сұрақ: бейнематериалға негіз болатын 3 сөзді атаңдар. Дұрыс айтасыңдар. Құнарлы тағамдар, табиғи өнімдер, сонымен қатар үшіншісі дәрумендер. Рахмет балалар, дұрыс жауап бердіңдер. Балалар, мына жерде 3 сурет берілген. 3 суреттің атауын буынға бөліп, дауысты дауыссыз дыбыстарға ажыратайық. Бала, бала, 2 буынды сөз, 4 дыбыс, 4 әріп, Б дауыссыз, А дауысты, Л дауыссыз, А дауысты. Тағам, 2 буынды сөз, Т. Бұл жерде Т дыбысы дауыссыз, А дауысты, Г дауыссыз, А дауысты, М дауыссыз. Яғни 5 дыбыс, 5 әріп бар. Келесі сөз нан, 1 буынды сөз. Н дауыссыз, А дауысты, Н дауыссыз. 3 дыбыс, 3 әріп. Дұрыс балалар, біз дауыссыз, дауысты дыбыстарға ажырата білдік. Рахмет. Балалар, 11-ші беттегі 1-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде мәтін берілген. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап: «Әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме?» деп сұрады. «Нан тәтті» деп жымиды әжесі. «Жоқ, әже, бал тәтті ғой», деді Асқар. «Иә балам, бал тәтті, бірақ қанша тәтті болса да күнде жей алмайсың. Ал нанды күн сайын жейсің. Наннан қасиетті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады». Балалар, мәтін түсінікті ме? Жақсы, түсінікті болса, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік.
Бірінші сұрақ. Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Иә, дұрыс айтасыңдар. Себебі нан, ас атасы нан деп аталады. Екінші сұрақ. Сендер қалай ойлайсыңдар? Нан тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Иә, әр бала әр түрлі жақсы көруі мүмкін. Біріне нан ұнаса, екіншісіне бал ұнауы мүмкін. Дегенмен, мәтін бойынша нан тәтті. Біз сендермен балалар мәтінді түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқыладық. Өз ойларымызды толық жеткізе білдік. Рахмет сендерге, балалар. Біз сабақтың мақсатына жеттік пе? Иә, мақсатына жеттік. Келесі дәптермен жұмыс. 12-ші бет, 2-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Нан қасиетті тағам. Дастарханға алдымен нан қойылады. Нанды жерге тастауға болмайды. Осы жердегі бірінші сөйлемді дауысты, дауыссыз дыбыстарға ажыратайық. Н дауыссыз, А дауысты, Н дауыссыз. Қасиетті. Қ дауыссыз, А дауысты, С дауыссыз. И және дауысты, Т дауыссыз, дауысты. Тағам. Т дауыссыз, А дауысты, Ғ дауыссыз, А дауысты, М дауыссыз. Рахмет, дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз сендермен бірге сөйлемдерді көшіріп жаздық. Сонымен қатар сөйлемдегі сөздерді дауысты, дауыссыз дыбыстарға ажырата білдік. Келесі тапсырма суреттерді сәйкестендір. 3 сурет берілген. Табаға салып жатқаным не? Нан. Кілегей шайқап алғаным не? Май. Сөреге кептіріп жайғаным не? Құрт. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз тағам түрлерін атап, сонымен қатар суреттерді сөздермен сәйкестендірдік. Рахмет сендерге. Біз бүгін сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Себебі біз мәтіннің мазмұнын түсініп және оны иллюстрация бойынша болжай білдік. Сөздердегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз дыбыстарға ажыратып, сонымен қатар дұрыс дыбыстауға үйрендік. Ал ендеше үйге тапсырма, өзіңе ұнайтын тағамдардың суретін салып, атын жазыңдар. Рахмет, балалар. Сау болыңдар.